Hello, my dear students. How are you? Today's our lesson is about to be. And I'm your teacher, Mrs. Alfiya. Сәлем достар, бүгін біз to be етістік туралы сөз қозғайтын боламыз. Ал ендеше сабақты бастайық. Мүмкін to be етістікті біреулеріңіз білетін шығарсыздар. Мүмкін білмейсіздер, бірақ көбілері біледі, бірақ қалай оны дұрыс қолдану керек екенін білмей жатады. Кез келген ағылшын тілі осы to be етістіктен басталады. Ал ендеше соны қарастырайық. Кеттік. Ағылшын тілінде to be етістіктің 3 түрі болады. Am, is, are. Am мен is бізде жекеше қолданылса, are көпше қолданылады. Ал енді біз бүгін I және you деген екі есімдікпен to be етістігін өтетін боламыз. I дегеніміз мен, you дегеніміз сен, сіз немесе көпше сіздер, сендер деп те аударыла береді. Ал кеттік ендеше. Алғашқы to be етістікті әрдайым біз болымды сөйлемнен бастаймыз түсіндіріп. Болымды сөйлем, positive sentence. Қараңыздар. I am a doctor. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Егер де көбінесе ағылшын тілінде өзін таныстырған адам грамматиканы білмеген кезде I teacher деп айтып жатады. Немесе I student. Мен студент, мен мұғалім деп айтып тұрсыздар. Енді мен мұғаліммін, мен студентпін. Жаңағы қазақ тіліндегі мін, пін, бін, жаңа бін деген жұрнақтарды жалғау үшін біз осы to be етістікті жалғаймыз. I am a student. Мен студентпін. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Өте оңай, иә? Немесе сен дегенмен көрейік. You are a doctor. Сен дәрігерсің. Көрдіңіз ба? Егер де you doctor деп айтатын болса, онда сен дәрігер деп айтып тұрсыз. Сен дәрігерсің деп дұрыс айту үшін to be етістік қоюымыз керек. You-дің to be етістігі are. You are a doctor. You are a doctor. Немесе you are a policeman. Сен полициясың. You are a policeman. Міне. Ал енді бұл болымды сөйлем қарастырдық. Енді біз болымсыз сөйлемді қарастырып көрейік. Болымсыз сөйлемде біз қалай жасаймыз? Қазақ тілінде бірінші түсіндіріп өтейін. Мен мұғалім емеспін. Мен мұғаліммін. Мінді жалғадық. Енді емеске пінді жалғаймыз да. Емес дегенді қоюымыз керек. Болымсыз жасау үшін. Мен мұғалім емеспін. Болымсыз жасау үшін біз not деген сөзді қойдық. Енді оны ағылшынша айту үшін I am not a teacher. Яғни жаңа айтылған to be етістіктен кейін қоюымыз керек not деген сөзді. I am not a teacher. You are not a policeman. You are not policeman. Сіз полиция емессіз. Бұл жерде енді сұрау сөйлемді қарастырып көрейік. Сұрау сөйлем бізде қазақ тілімен салыстыратын болсақ, мен мұғаліммін ба, сен студентсің бе? Міне, бабе, папе, маме деген жұрнақтарды жалғаған кезде бізде сұраулы сөйлем жасауға көмектесіп тұр. Вроде мағынасы жоқ, бірақ бізге көмектесіп тұр сол сұраулы сөйлем жасауға. Тура сол сияқты жаңағы to be етістікті сөйлемнің алдына қойып жіберсек, бізде сұрау сөйлем бола қалады. Мысалға, болымды сөйлеммен салыстырып көрейік. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Ал енді осыны мен мұғаліммін ба деп жалғау үшін to be етістікті алдына шығарып жібереміз. Am I a teacher? Сен дәрігерсің деген сөйлемнен шығарамыз. Сен дәрігерсің ағылшынша you are a doctor. Енді осыны сұрау сөйлемге айналдыру үшін are деген to be етістікті сөйлемнің алдына қойып жіберсек болғаны. Are you a doctor? Сіз дәрігерсіз бе? Енді біз 3 түрлі сөйлемді жасап үйрендік. Болымды, болымсыз және сұраулы.
Біздің қазақ тілінде мысалға мен бара жатырмын деп айтқаннан гөрі кейде өзіңіз естіп жүргенде біз қысқартып айта саламыз. Мен баратырмын. Тырмын дегенде жатырмынның жасы түсіп қалған. Тура сол сияқты біздің қазақ тілінде грамматикалық тұрғыдан дұрыс емес болғанмен біз солай ауызекі сөйлейміз. Ағылшын тілінде бірақ грамматикалық тұрғыдан қысқартып сөйлегенді жақсы көреді. Мысалға, I am a teacher. I am деп айтып тұрғаннан көрі I am. Немесе you are a doctor. You are деп айтып тұрғаннан көрі you're. Бұл болымды сөйлемде. Ал болымсыз сөйлемде I am not деп тұрғаннан көрі I'm not деп қысқартамыз. Ал you мен you are not дегеннен көрі you aren't. Міне, осылай қысқартуларды қолданамыз. Тағы да бір ескерту. Енді сұрақ қойғаннан кейін сіз міндетті түрде жауап беруіңіз керек оған, иә? Мысалға, are you a student? Сіз студентсіз ба? деп сұрақ қойды. Сіз ағылшын тілінде егерде сұрақ to be етістікпен қойылса, міндетті түрде to be етістікпен жауап беріледі. Мысалға, are you a student? To be етістікпен бастап тұр a деген, иә? Сіз жауап бересіз. Yes, I am. I-дің to be етістігі am-ді қойып тұрмыз. Немесе жоқ болса, no, I am not. I am to be етісі қасына болымсыз жасайтын not-ты қойып тұрмыз. No, I am not. Okay, students. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті деген үміттемін. Алдыңғы осы грамматикаға байланысты сіздерге міндетті түрде осы сайтымызда тапсырмалар берілетін болады. Сол тапсырмаларды міндетті түрде орындаймыз. Тек қана осы to be етістікке қатысты, болымды болымсыз сұрау сөйлемдерге қатысты жаттығулар беріледі. Соны тапсырмаларды орындап болғаннан кейін отправить на проверку деген батырманы бассаңыз, сіздерді тексеретін керемет ұстаздарыңызға сол үй тапсырмаларыңыз беріледі. Жетеді. Ол кісілер сіздерге тексеріп, кері байланыс, фидбак беріп отырады. Жарай ма? Келесі кездескенше сау болыңыздар. Okay, see you in the next lesson. Goodbye.